Ассаламу алейкум, құрметті шәкірттер. Бүгінгі тақырып Хамза. Сабақты бастамас бұрын видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп алыңыз. Хамза дегеніміз әріптердің қатарына жатпаса да, белгілі бір әріптің қызметін атқаратын белгі. Яғни ол да үстіне қойылған харакаттармен оқылады. Хамзаның ерекшелігі ол анық, нақты түрде айтылады, және оны айтқан кезде сәл бір кідіріс жасаймыз. Мысалы, Хамзаның фәтхамен келуі. Нақты айтылып тұр. Хамза кәсірамен келсе, яғни деп созып отырмаймыз, нақты айтылу керек. Келесі даммамен келген кезде, Араб тілінде Хамза әртүрлі көріністе жазылады. Ең алдымен жекеше түрде осылай белгіленеді. Одан кейін әлиф, яй, уәу әріптерінің үстінде тұрады. Яғни бұл әріптер әлсіз әріптер болғандықтан Хамзаға тірек қызметін атқарады. Енді мысалдарға келейік. Әмәро, умиро, ухиза, дәәбә. Яғни бұл жерде дәәбә деп созбаймыз, анық нақты оқылады. Дәәбә, қороә, идрису, иброхиму, иманун, бинәбәин, кәмәнбәин, қоилун, мәилун, роисун. Енді Хамза сукунмен келсе қалай оқылады? Алдыңғы әріптің харакатымен бірге оқимыз, және содан кейін Хамзаның сукунмен келіп тұрғанын білдіріп, сәл тоқтау жасаймыз. Құдды бір ықылық атып жатқандай дыбыс беріледі. Мысалы, муминун деп жалғастырып қосып айтпаймыз. Муминун, мәмурун, мәхузун, бирун, шәә, жәә, яджиу, шиә, джиә, шәйун, суу. Осымен Хамза тақырыбы аяқталды. Егер сабақ ұнаса, достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, төмендегі пікірлер бөліміне қалдырсаңыз болады.